Адлхон, Камиль Карате, Сатурн, ихний проект, братья, ихний проект. Они со мной не выйдут. Я уже сколько спрашиваю, давай, щуым беріңдер маған, по одному нахуй буду выходить с ними. Бермейді, октагон, невыгодно да октагонға. Сосын гонорары аз ғой октагонда. Глензактың тағы да көтін айыру керек па, қалай? Ку аламын. Отырып алып, ку аламын қойшы өзіме. Ал бәрін алып аламын өз-өзіме спокойно. Отырамын. Қазір пивоны қойдым, жігіттер. Чисто араққа ғой. Ақшем ақ. Иә достар, мотиватор тағы да барлығына қарсы треш-толк айтып біраз нәрсе айтқан болатын. Онымен қоса Альф Глобалдан неге шығып кеткенін, қайтып бара ма жоқ па, оны да айтып кеткен. Сондықтан бейнені соңына дейін қарауды ұсынамын. Сіздермен бірге төбелес арнасы, барлық қызықтар тек біздің арнада. Тіркелуді ұмытпаңдар, қошаман. Қандай қошаман. Көп созбаймыз, біз бастаймыз. Чисто общение, жігіттер. Шаймен ғой. Шай ішесің. Шай деген қазақтың моторы. Шай ішесің. Дальше общение ғой. Глензактың тағы да көтін айыру керек па, қалай? Көтін айырып айып шашадым оны. Енді заявление точно жазатын сияқты ол. Оның көтін айырсақ, енді точно заявление жазады ол. Бүкіл сұраққа шыбынға қойындар, жігіттер. Бүкіл сұраққа шыбынға қойындар. Шыбын қашу жүр бойдан. TikTok блокқа кетті. Бұйырса на днях ашам, Алла қаласа. Доқтыма есік алдына сатат. Где-то бір килограммы 5000 теңге ма, сондай. 5000 теңге сатып аласың да, доққа тойып аласың, саласың ғой. Алейкум ассалам. Шыбын білмеймін не болған. Шыбын секірді, задний берді. Октагон, Адлхон, Камиль Карате, все отпрыгивают они. Они не хотят со мной боя. Из-за этого октагон мне не дают. Адлхон, Камиль Карате, Сатурн, ихний проект, братья, ихний проект. Они со мной не выйдут. Духа не хватит у них. Я уже сколько спрашиваю, давай, щуым беріңдер маған, по одному нахуй буду выходить с ними. Бермейді, октагон, невыгодно да октагонға. Көрдіңдер ма? Сосын гонорары аз ғой октагонда. Ку аламын. Отырып алып, ку аламын қойшы өзіме. Ал бәрін алып аламын өз-өзіме спокойно. Отырамын. Иттер емес, шакалдар уже олар. Олар ит емес, шакал болып кеткен ғой уже хейтерлар деген. Әңгімені деген айырады ғой. Комментарийні өлтіреді кәдімгідей. Мафия, мен де бәрін айттыңдар ғой. Мен де бәрі айтты, мафия, мотиватор деп. Тупить етіп ема адамдар деген. Шоке қалды ғой, концок. Менің мамандығым не ғой менің мамандығым? Электромонтажник. Сосын бар, юридический бар. Үшеу ғой менде, короче. Компьютер ВМ. Қазір пивоны қойдым, жігіттер. Чисто араққа ғой. Ақшем ақ. Пиво деген қарында не істеп жүреді, туалетке жүгіртіп береді да. Чисто арақпен жайлап, аккуратно. Сосын бір кальян болса жайлап отыр. Бәс, пиво емес деймін, арақ шек деймін. Қатырасың. Поражник, арақты пихать ете бермеңдер, пивоны пихать ете бермеңдер деймін. Алейкум ассалам, Қырғызстан жігіттеріне, қырғыздар красавчиктеріне. Мен Қырғызстанға барғанда жақсы қолдады да. Қарсы алып достойны, молодцыны. Сенің уровень емес дейді, мен деген, анда деген. Уровень емес қой әңгіме. Әңгіме деген соперник профессиональный от Ерланов. То кім ана жазған? Ақша төлесе барамыз. Сосын бар, кіммен болды ғой менде? Қуатпен болды ғой бой. Қуатпен реванш. Реванш дептің ғой. Профессиональный боец қой енді. Ол мен енді достойный бой болды да. Жақсы бой болды. Алейкум салам, руым кіші жүз берш. Чисто общение, жігіттер. Шаймен ғой. Шай ішесің. Шай деген қазақтың моторы. Шай ішесің. Дальше общение ғой. Нені карьераны қоятын барым. Карьераны төбелесті қойып. Просто последний бой кішкене деген андай болды да. Ұнаған жоқ та маған последний бой. Карьераны қою керек сияқты. Сойтен бой шығады ғой. Бұйырса, қараңыздар, айтыңдаршы. Қойайын ба, төбелесті. Бәрін қойып, жоқ кетейін ба, бәрін қойып. Жазыңдаршы.
Последний бой ұнамады вообще. Мұхитпен, сол шалдармен төрлесу керек сияқты. Жастар қиындау кішкене. Жастар қиындау. Киноға кету керек па? Солға қуат заряженный, жестко заряженный. Айдос солай болып қалды ау примерно. Сол кішкене дегенде кішкене андай да, бір нокдаун болды. Кішкене әрең счет ашып, әрең тұрғызды. Ана не болмай қалды. Наша түркі болмай қалды, наша түркі. Қиын болып кетті кішкене. Наша түркі оғанда кішкене жақсы болатын еді. Енді өздерін оценить етесіңдер, енді кішкене нокдаун болып қалды, кішкене деген қиын болып кетті да. Енді ол бой зрелищный болды, енді зрелищный. Барын жасадық енді, жігіттер, барын жасадық. Қолдан келгенше төбелестік енді. Соны ойлап жүрмін, карьераны қояйын ба, соны ойлап 45-ке дейін төбелесе берейін ба. Осы бойдан кейін хейт жаман кетеді ғой енді. Хейт жаман кететін бар бізде енді. Чабанның бағы жанып кетті. Бағы жанып кетті. Сол ғой. Әйтеуір жақсы еді. Далада төбелескенше әйтеуір. Рингке, клеткеге шығып төбелесіп тастадық. Ортада судья тоқтатып тастады әйтеуір. Тоқтатпағанда вообще қиын болатын еді. Судья тоқтатып тастады. Тоқтатпағанда вообще қиын болатын еді. Қырғызстан джеги. Қырғызстан молодцы, Қырғызстан. Байқаймын да, Қырғызстан жігіттер көбі қолдайды. Красавчиктерді. Шоуды түсінеді да, потому что шоуды, интриганы түсінеді да. Темаларды атым ба? Атым кім дейді. Жазым тұрған жоқ па атым? Право боковой көрмей қалғансың ғой, прикинь. Право боковой соқты, нокдаунға отырдым, счет ашты. Ар жағын айтпай қойыншы, короче. Страшно кетті. Соны айтам, Нұржан, соны айтам. Соны ойлап жүрмін, континені қойайын ба? Банағы өзім спортивный карьерімді қойайын ба? 40 жасқа келдік, жастар мықты екен деймін. Жастар мықты екен, шашатады екен. Болды, қоймайын онда. Али, сен айттың, қоймайын болды. Қойайын ба деп ойлап жүрдім да, қойма дегенсің, қоймайын. Болды. Сол ғой, Алмат, қойайын ба? Алмат айтты, что-то қою керек сияқты. Ақылбек, болды. Ақылбек, сен айттың, қоймайтын сияқтым соны. Ойлап жүрмін, қоймай қойыншы. Сол, до конца бара берейін да. До конца ма? Сол, мұнда бәрі жазып отыр, до конца деп қалай қоямын? Қоймайын, болды. Все, қоймайын, вообще қоймайын. Тоқтамайын вообще. Енді тоқтату қиын болады, жігіттер. Енді мен осы сұраққа жауап бергім келіп тұр да. Маған енді көбі комментарийда, личкада жазып жатыр да. Брат, Альф Реалити не болды? Сіздің келесі серияда көрмедік қой деген сияқты. Мына енді Альф Реалитиді түсіргеніне уже деген бір 2 айдан кетті да. Уже баяғыда түсіріп жатты. Просто қазір жайлап ютубқа салып жатыр. Енді бой жайында айтсам, келесі серияда неге болған жоқпын деген сияқты. Сол уақытта мен мұхитқа дайындалдым ғой. Мұхитпен бой болу керек болды да. Маған негізі ол Альф Реалитиға бармауға болатын еді. Мен мұхитқа дайындалам деп, бізде енді грандиозный бой болды ғой, мұхитпен. Бүкіл Қазақстан күтті, бәрі күтті да. Соған Альф Реалитиға барып келдім, соперник берді, бір бой жасап, в общем, мен Альф Реалитида бір бой жасап, Қазақстанға кету керек болдым ғой. Онда деген, в общем, сопернигім ауырып қалды. В общем, гонорармен келсе алмай қалды келесі соперникке. Содан кейін мен айттым да, короче, мен дайындалам мұхитқа. Маған билет алыңдар, мен Қазақстанға кетем. Потому что мен Альф Реалитида қалып қоюға болатын еді. Сол жақта ары қарай жігіттермен бірге деген сияқты да. Кішкене шоу жасап деген сияқты. Енді мына жақта деген бәрі күтіп отқасын. Мына шыбын үшін бар ғой, кетіп қалдым Қазақстанға. Дайындалып. Енді мұхитпен де бой болмай қалды. Альф Реалитида бой болмай қалды. Не туда, не сюда болып қалды да. Сондай жаңалық жігіттер. В общем, сіздерге соны айтайын деп бөлісейін деген ғой. А так енді Альф Реалити енді күшті болды енді. Мощный болды. Өздерің көріңдер, уровеньді. Джон Джонс,
Найдис, Масвидаль бәрі жүрді да. Мен келгенде, мен кеткенде Масвидаль келген жоқ әлі. Найдис пен Джон Джонс болды. Олармен танысып, общение, печенье, сосын ары қарай кеттім ғой, короче, Қазақстанға. Енді бұйырса, Алла қаласа, келесі реалити, Алла қаласа Россияда боламын мен. Бұйырса шақырамыз дейді ғой. Енді Альфредо айтып тұрды, Қазақстаннан мына бізді екеумізді шақырып тұр ғой. Мұратбек Қасымбай мен мені шақырып тұрды Қазақстаннан. Енді уровень енді бөлек енді жігіттер. Ауыры бөлек, күшті болды да. Хайптың көкесі ғой енді. Ты чё енді? Всемирный, Джон Джонс пен Найдис болғасын енді нормальный уровень болды да. Келесі реалити күтіңіздер. Алла қаласа енді қызық болады енді. Енді бана Альфредо айтып тұр ғой, жақсы просмотрлар, мощный просмотрлар жинап жатыр да. Өздерің көріп жатсыңдар ғой. Қасымбай екеумізді салып жатыр, нормальный просмотр жинап жатыр да. Солай достар. Келесі реалити күтіңіздер. Давайте достар, ассаламу алейкум. Қазақстан жасасын.